Армысыздар. Бүгін гипофиз аденомасы туралы айтқым келіп отыр. Жалпы гипофиз аденомасы деген не? Оны қандай кезде операция жасау керек, қандай кезде бақылау керек? Жалпы гипофиз деген ол мидың дәл ортасында орналасқан без. Мынау бастың макеті. Бастың дәл ортасында села торсика деген анатомиялық құрылым бар. Және де осы жерде гипофиз орналасқан. Және де гипофизда ісіктің пайда болуын гипофиз аденомасы деп айтамыз. Гипофиз аденомасы екі үлкен топқа бөлінеді. Ол гормон бөлетін түрі және гормон бөлмейтін түрі. Гормон бөлетін түрлерінің ішінде пролактинома деген түрін дәрімен емдеп көрсе болады, ал қалғандарына хирургиялық ем көрсетілген. Екінші түрі ол гормон бөлмейтін түрі. Гормон бөлмейтін түрінде нақты операцияға көрсетілімдер бар. Ол біріншісі, егер де көздің көруі нашарласа, екіншісі ол көздің қозғалысы нашарласа, немесе басқа да неврологиялық дефициттер пайда болса, ол кезде операция жасау керек. Жалпы операция туралы айтып жатырмыз. Операция ол қалай жасалынады? Операцияны біз эндоскопиялық түрде жасаймыз, мұрын арқылы. Кіші инвазиялық операция, мұрын арқылы эндоскоппен гиганттық аденомаларды алып тастауға болады. Ол мынау бас болса, эндоскоп деген қаламсаптан кішкентай камера, солмен мұрын арқылы кіріп, мидың дәл ортасына барып, осы жерде ісікті микрохирургиялық инструменттардың көмегімен алып тастаймыз.